Сәлем сіздерге, сәулетті көрермен. Жұлдыз Тайман қызынан барлықтарыңызға жалынды сәлем. Мінекей, тағы да өздеріңізбен нағыз күй жарысынан сыр шертетін Шинжаң телевизиясы мен Шинжаң қолданбалы кәсіптік техника жүйені бірлесіп өткізген автономиялы райондық тұңғыш кезекті алтын саусақ күй жарысы алдарыңызда. Бүгінгі жарысымызға сақадай сайланып тұрған күй дүлдүлдерімізге сүрінбес шабыс, мол табыс тілей отырып жарысымызды бастайық. Ассаламағалейкум, менің атым Ердана Нүсіпәліұлы. Бүгін орындайтын күйім Түркөштің күйі көңілашар. Түркөштің көңілашар деген күйі, енді ол өте техникалы, ода тездікте бар, сондай күй. Жаңа көп жерде орталарында көп қағысынан, ритмінен, дыбыс бояуынан көп мәселе шықты, сондықтан саған шамымызды жағалмадық. Шам жағалмай қалған себебім сол жоғарғы сағаға барғанда көп жаңылып кеттім. Сол болды. Бір сәсіздік, бір сабақ дейді. Мен ойлағанда сен тез күй шеткеннен көрі, жаңа кішкене баяу, шетпе күйдер шесің, сен сезіммен шететін оқшайсың. Сезім бар бала екен мұнада. Бірақ өкініштігі сол өте үлкен күй таңдап алған екенсің. Жалғас үйрені ғой, иә? Рахмет. Ассаламалейкум, құрметті көрермендер. Атым Мұхит Мәулетханұлы, Санжы облысы Манас ауданынан келдім. Сіздерге орындап беретін күйім Нұрғиса атамыздың күйі Әлқиса. Қабыл еттіңіз.
сенің қолың ана оң қолы болсын, сол қолы болсын, саусақ қойылымы болсын, бәрі ретке түскен да. Сен енді ана бастабында ғана жерде кіріспен тастап кеттің, бірақ жалпы тұлғасын шығарыпсың. Сол үшін мен саған шырақты жаққан себебім сол. Шам жағалмай қалған себебім не болды деген уақытта сен ана жоғарғы сағаға таман барған кезде бірнеше жерде кішкене өзгертіп жіберттің. Енді оны қателік деп айтуға болмайды. Енді тағы да осы жалғасты Берік тәлімгеріңнің сені дұрыстап жолға салып кететініне сенемін. Сенен үміт зор. Рахмет сізге. Менің мына шамды жақпаудағы себебім бірінші сенің ана басқы алған немедерің жақсы орнықты шерттің. Одан кейін ана ең шарықтау шегіне келгенде қолың кішкене жүрмей барып әйтеу жаңылмай өтіп кеттің енді. Дәл ең мына күйде ең сенің өзіңді сәулелендіретін жер жаңағы ең шарықтау шегі өшеді. Кішкене көбірек машық қылсаң болады. Жалғасты үйрен, жалықпа. Рахмет. Құрметті көрермендер, мен Алтай аймағынан келген Тірек Қайнарұлымын. Биыл 12 жасқа келдім. Мен сіздерге орындап беретін Махамбет атамыздың күйі жұмырлыш қабыл алыңыздар.
төменгі сағаға жеткен жерінде, жаңағы есіп жеретін жеріне келген кезде, кішкене кідіргендей болып сөйттің, бірақ жаңылмай шығып кеттің. Содан кейін осыны толық ең соңғы бір бөлімін, аяқтау бөліміне келгенде мен біраз аялдап тұрдым. Содан барып, жалпы осы күйді сәтті орындадым. Сенің өзің жасың кішік тұрса да осындай мимикамен осындай бір образ шығарып отырып орындауың жақсы болды. Жарайсың. Рахмет. Болашағыңнан үміт бар. Мына күй негізінен енді тезде ойналатын, өлеңін кейбір жерден ұрып жіберетін күй енді. Одан сиқырлы қағыс көп. Мынада сиқырлы қағыс, өлеңін сиқырлы қағысты қолыңды өте үлкен алма. Білдіртпей, сиқырлы қағыста, мына күйде сиқырлы қағыстар көп болады. Сонда жақсы таттың, жалғасты үйрен, жалғасын ізден, ал енді өзіңде. Роман. Мінекей, арманға жетсем деген үкілі үмітпенен жеңісті бағындырам деген ізгі талаптың тайталасы тұсы әлі алда сияқты. Ендеше жарысымызды жалғастырайық. Құрметті өнерсүйер қауым, тәлімгерлер, саламатсыздар ма? Мен Іле облысы Құлжа ауданынан келген Айман Сейдашқызы боламын. Осы жарыста тартатын күйім Әбдімомын Телдібаев атамыздың күйі Еркесілқым. Қабыл алыңыздар. Нота бойынша жеттің ба, жоқ құлақпен естідің ба? Нотамен. Жеткен негізгі неменен дұрыс, бірақ қол алыстарыңда сол қолда кішкене бір кемшіліктер бар енді алу барысында. Жақсы жеттің, жарайды. Сол үшін мен жаңа шырақты бастым. Рахмет. Жақсы жеттің.
күй басталған кезде орнықты басталды да біраздан кейін тездеу, сасқалақтау пайда болды. Сосын мына оң қолың сермеп ойнаған уақытта, сермеп тартқан уақытта күйді. Кішкене бірде тиіп, бірде тимей, мысалы, шалынған секілді не берді. Сол себепті мен саған шам жаға алмадым. Сенің болашағыңнан үміт күтемін, жақсы өнерпаз болатыныңа сенемін. Бұның әрбір дыбысын мөп-мөлдір тап-таза қылып алу керек. Мына күйде. Осының сенің ана шертудегі ана дыбыстар таза болмай тұр. Сол көңілімнен шықпады, содан кейін көтермедім. Бірақ енді Бақыт тәлімгер сол жағынан Бақыт мұғалімің жетектейді. Кейін келешекте жақсы бір өнерпаз боласың. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Мен Құштар Серқазұлы. Сіздерге тартатын күйім Құрманғазының күйі Адай. Қабыл алыңыздар. Шырақ жаққалы отырған бастағанда. Сондай орнықты керемет қылып орындадың, сырылдатып тұрып. Ана үлкен сағаға, төменгі сағаға түскен кезде дыбыс бүтін қата болды. Сенің барлық қолдарыңның мүмкіндігі, тез басу тәртіптеріңе дейін сондай тамаша. Бірақ сол қай жеріңден басып қалай болып кеткенін өзіңді білген жоқсың. Кейін көресің оны. Телевизорда қояды, сол уақытта мынау мұндай болған екен дейді. Сол тәжірибені жинақтап, бұдан кейін сахнаға шыққан уақытта сөзсіз табысты болуыңа тілейміз. Тілектеспіз. Ұқтың ба? Сен керемет күйші боласың, өнерлі азамат боласың. Тілектеспіз. Адайды бастағанда сондай жақсы бастадың, орнықты әдемі бастадың. Тартуың сондай жақсы, қол басу тәртіптерің оң қол, сол қол екеуі сәйкесіп тұр. Өте әдемі, бір сарында әдемі орындадың. Өден енді ардағы Адай деген күйді рас, мына басырмақтың көп ойналады. Басырмақ көп жерде де басырмақтың ноталары бар енді сол. Yani soğan gelgende kişkine ne oldun kişkine tayu kolların tayu oldu. Sonuçta ben sana çam almadım. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Менің атым Аягөз Нұрбақ қызы Байтелеуова. Бүгінгі орындайтын күйім Еркін Ергенұлының өзінің туған жеріне арналған күйі Қоңырова сазы. Қабыл алыңыздар.
сен мына күйді қой дұрыс талдағансың, бірақ мына күйді үйретуде, күйдің жалпы жаңағы мелодиясын бейнелеуде туған жерге деген сағыныш, бұда да таптаза мөлдір таза махаббат тұр. Енді соның кейбір дыбыс алыстары, саусақ тәртіптерің, соның бәрі орнына түспей отыр екен. Одан кейін мынаның ішінде тағы бұл қайсы мелодия болу керек, қайсы екінші дауыс, соларды парықтап алу керек. Солай болып тұр. Сондықтан саған мына шамшырақ жаға алмай қалдық. Күйді тартуда мына бас бармақтың атқаратын ролы бар өзі. Сол жерге келу керек. Сен оны дем алдырып қойып, мына жақта қарбаласта жүрген саусақтарды әкеп соның орнына қолдана қояды екенсің да. Енді саған мына шам жағалмай қалған себебім мына сол қолдың тәртібі негізінен қалпына келмеген екен. Болашағынан үлкен үміт тұрмыз. Армандаумен аңсаудан тұратын тағы да бір кезек соңына келіп жетті. Біреу көздеген көмбесіне жетті, енді біреудің тәтті арманы көз жаздырып кетті. Жарыстың қатал заңдылығы ешкімді ырқына жіберер түрі жоқ. Біз де бұл заңдылықтан шеттеп кете алмаймыз. Ендеше біздің білгіміз келетіні нәтиже қорытындылайық. Алтын сасақтың тәлімгер таңдау жарысында тәлімгерлердің тобы барған сайын жасақталып келеді. Домбырадан таланты бар өнерпаздарға тәлімгерлер шамын жағуға әрі-сәрі болмастан шамын басып отырды. Тәлімгер Берік бүгін топ құрамына Мұхит Мәулетханұлы қосып алды. Тәлімгер Ұран Ақатайұлы да тобына Тілек Қайнарұлы қосты. Ал тәлімгер Бақыт тобына Айман Сейдешқызын қосып топ құрамын толықтыра түсті. Күй өнері нәзік өнер. Тек қана домбыра үніменен көңіл күйді, мазмұнды бәрін бейнелеуге болады. Ендеше сол артына өшпес күй қалдырған ата-бабаларымыздың осы өнеріне таңдай қақпай тұра алмаймыз. Ал енді бүгін Жұмәлік ағамыз бізбен не сыр шертісер екен? Қанекей назарларыңыз экранда болсын. Құрметті балақайлар, сәлемдесіңдер ме? Мен бүгін өздеріңе еліміз қазағының классикалық күйшісінің ең кенжесі болып келетін Әшім Дүңшеұлы аталарыңды таныстырамын. Осы бабаларың 1896 жылы туылып, 1962 жылы Ленин Күнес ауданында дүниеден қайтқан. Осы таяу заманғы еліміз қазағының классикалық күйшілерінің көшбасшысы болған осы аталарының уәкілдік күйлері Кеңес, Алмалы кеңес, және Салықшы, Мұңлы қыз қатарлы 50-ге таяу күй жазған, және 350-ден аса күйді біздің елге жеткізген. Соның ішінде халыққа көп тараған Кеңес атты күйін өздеріңе тартып берейін. Балақайлар, үйреніп алыңыздар.
Экран алдындағы құрметті көрермендер, алтын саусақ күй жарысы осыменен соңына келіп жетті. Келесі аптадағы уақытымызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.